Баршаңызға қайырлы күн. Берекелі дастархан арнасына қош келдіңіздер. Ең алдымен видеоны бастамай тұрып, берекелі дастархан арнасына тіркеліп кетіңіздер. Және де видеоны соңына дейін қарап, видеоға лайк басып кетіңіздер. Бүгінгі видеода біз ашытқысыз шелпек пісіретін боламыз. Яғни дрож қосылмайтын шелпек жасайтын боламыз. Шелпек өте оңай дайындалуы. Бізге керекті заттар: 500 грамм ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Және 350 грамм ыстық сүт қажет болады. Сүтіңізді ысытып аласыздар. Және бір ас қасық қант саламыз сүтіміздің ішіне. Және бір шай қасық тұз саламыз. Сүтіміз бен қантымыз ерігенше араластырамыз. Подписацияны басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Ұнымыздың үстіне құямыз. Қасықтың көмегімен араластырамыз, өйткені сүтіміз ыстық. Және үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз. Тағы да қасықтың көмегімен араластырамыз. Енді қамырымызды қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, қамыр қолға жабысқыш болып, қамыр бірікпегендіктен мен үстінен 30 немесе 40 грамм, шамамен 30-40 граммдай ұн салдым. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, шамамен 30-40 граммдай ұн салдым. Одан артық ұн салған жоқпын. Жеткілікті болды сол 30-40 грамм ұн. Қамырымыз дайын болды. Жаңа видеода көрсетілгендей 30-40 грамм ұн салынды. Одан артық ұн салынған жоқ. Қамырды видеода көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайтын, өте жұмсақ, ыңғайлы қамыр болып шықты. Енді қамырымыздың бетін жауып 10 минут қоятын боламыз. 10 минут уақыт өтті. Қамырымызды 7 бөлікке бөліп қойдым. Және бетін салафанмен жауып қоямыз, кеуіп кетпес үшін. Қамырымызды жаятын боламыз. Үстінен шым-шым ұн сеуіп жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы, яғни шелпегіміздің қалыңдығы 3 мм болу қажет. Одан жұқа болып кетсе, қытырлақ болып шығады қуырылған кезде. Подписацияны басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алдын ала майыңызды қыздырып алыңыздар. Шелпегімізді салып қатты отта пісіретін боламыз. Шелпегіміз жұқа, ортасы піспей қалады деп, немесе күйіп кетеді деп уайымдамаңыздар, өйткені шелпегіміз жұқа, қатты отта қуырамыз. Екінші жағына аударып пісіріп аламыз. Көп уақытыңыз кетпейді, жарты сағат қана уақытыңыз кетеді дайындалуы және пісуі. Жақсылап майы сорғықтырғанша ұстап тұрыңыздар. Шелпектеріміз дайын болып шықты. Өте жұмсақ әрі тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Подписацияны басып, берекелі дастархан арнасына міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Және де менің видеом сіздерге ұнап жатырса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.